Смағұл Елубай. Бір дорба асық. Поезд Отар станциясынан өтісімен-ақ Шонай шалдан маза кете бастады. Оны-мұнысын қоржынына салып, шапанын иығына іліп, терезе алдына келіп, шоқша сақалын умаждап, шоқиып отырып алды. Алматының төбесі әніміні көрінетіндей-ақ арық мойнын алға созып қарай берді. Жол серігі Айымжан дейтін қыз бала. Елдегі Ұлман ақсақалдың Алматыда оқитын қызы. Бетінен иман нұры төгілген бір әдепті бала екен өзі. Әйтеуір Жолшыбай Шөкеңді шайдан тарықтырған жоқ. Қазір жоғарғы текшеде поезд ырғағына тербеліп кітап оқып жатыр. Шонай имеңдеген ұзын бойлы, ірі сүйекті, өңкеген қара шал. Үстіне киетін шапаны да ұзын. Оның белін орамалмен буып алады. Көршілес, қарақалпақ, өзбек, түрікпен шалдарынан үйренген әдеті. Шонайдың туған жері үстірт үсті болғанымен, ес біліп, етек жапқан жері Қарақалпақтың Шоманай, Қоңырат аудандары. Қазір де сол елден келеді. Бағыты Алматы. Сонда адам болған ұлы туралы. Сағынып келе жатқаны бірақ ол емес, анау Едіге дейтін 7 жасар немересі. Сол жаманы алдан қол бұлғап тұрғандай, тынышы кетіп, мойнын созып терезеге қарай береді. «Әй, күшік-ай», дейді немересінің кейбір сүйкімді қылықтарын еске алып. Жазға салым бұл елге жүрейін деп жатса, «Ата!» деп балпылдап, жан қалтасына әлденені тыққыштап жатыр. «Әй, бұның не?» десе, немересі, «Бұл қалта, ауылдан асық алып кел», дейді. Екі беті томпиып, ерні салбырап кетіпті. «Әй, күшік-ай!» Шонай 6 ай жас Қоңырат Хожелі Шоманай нөкестегі ағайын жекжаттарды аралап, қонағасы жеген сайын асығын әлгі немересіне беріп жіберген кішкентай қалтаға сала береді. Ол қалта жаз аяғына таман толған. Қазір қоржын түбінде жатыр. Қалта толы асықты қолына ұстата салғанда немересінің төбесі көкке бір-ақ жетері сөзсіз. Жол жақын қалған сайын пойыздың жүрісі өнер емес. Шонай қарт Алматыдағы жалғыз ұлы тоқтасының қолында тұра бастағалы көп болған жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын Қалтамақтың кемпірі қайтты да. Қоңыраттағы қыңыраған 4 бөлмелі үйде Шонайдың сақа басы сопайып жалғыз қалды. 95 көрем деген жасым беді, бұламық ішем деген асым беді дегендей сөйтіп бір қиын күн туды басына. Ұлы мен келіні кемпірінің 40 өтпей жатып, бұны сонау қияндағы Алматыға көшіріп әкетеміз деп қиғылықты салғаны. Көрмегені жер көрістен. Алматыда алда-жалда кешем-ау деген ой болып бекен Шонайда. Табандап отырып алды. «Оу, қара орман елден шығып қартайғанда қайда қаңғымақ?» Марқұм Рәуш екеуі тірнектеп жүріп, жинаған мал-мүлкін, даңғыраған қара шаңырағын қайда тастамақ? Қалай үгіттесе де көнбейді, тапжылмайды. Тек ұлы мен келіні кішкентай Едігені қолынан жетектеп ауылдан алып шыға бергенде ғана сыр білдірді. Көзіне жас айналып, шаңырағының ортаға түскенін сонда байқады. Жаман немені кемпірі екеуі ес білгелі бауырына басып өсіріп еді. Қозғалып жүре берген поезд бейне бұның жүрек етін жұлып әкетіп бара жатқандай, көз жасы сақалын жауып еді сонда. 3 күн удай жастығын құшақтап төсегінен тұрмады, елші алтын бесік деген. Шонайдың қапаланып жатқанын біліп, көрші қолаң жақын жуықтың аяғы үзілмей, біреуі шайын қайнатып, біреуі пешін жағып, біреуі үйін сыпырып, қарасып жатты. Бір үйде қазан көтерілсе, қонаққа алдымен Шонай шақырылды. Бірақ қанша айтқанмен өз отбасының қаңғыр күңгіріне не жетсін? Шонай кемпірін Рәуш 63 жасында қайтқан еді. Көзінің қарашығында Едігені ойлай-ойлай іш құстап, күйі төмендеуге айналды. Қатар құрбыларының «Қой, кемпір ал, ең болмаса суыңды жылытып, шайыңды қайнатып беретін біреу керек қой». Енді қанша ойлағанмен Рәуш қайтып келмес. Тірлігін істеген абзал. Деп кеу-кеулегіне құлақ асып отырғанымен оңаша қалғанда ойлайтыны марқұм Рәуш. Рәуштен кейін қалап, бүйтіп қартайғанда жалғыздық көрем-ау деп ойламаған екен ешқашан.
бір үйдің шаруасын бас қосқалы дөңгелетіп келе жатқан Рауыш бүйтіп ерте кетеді деп кім ойлаған. Вә, бұл жазмышқа не дауа. Сөйтіп жүріп Шонай сырқатқа ұшырады. Басының қаны таситынды шығарды. Бір күні сұп-суық үйінде төсегінен тұра беріп, мұрттай ұшып құлап та қалды. Жалғыздық халі мүшкіл екенін сонда ұқты да шошыды. Қолындағы жалғыз аты мен бұзаулы сиыры, 5-10 қойы, көздері жаудырап қараусыз қалды. Алдын қылышын сүйретіп қыста келе жатыр еді. Көршілері телеграммамен дереу Алматыдағы ұлын шақыртты. Тоқтасын келгесін үйді, малды, мүлікті көрші қолаңға көтере саттырды. Тоқталсын ырғап-шырғап бұның дүниесін болдап сатуға көнбеді. Уақыты тар. Содан Шонай көрмеген жері Алматыдан бірақ шықты. Үйлері 5-ші қабатта, түсіп шығу ақ мұң, ермегі едіге. Ертеден кешке дейін сонымен сөйлеседі. Бұл ертегі айтудан жалықпайды. Анау тың алудан жалықпайды. Ұлы да, келіні де қызметте. Таңертең ала көлеңкеде кеткеннен қас қарая үйді бастары бірақ қосылады. Лажы бітіп ішінен тыңғаны болмаса, Шонай үшін мынау бір еркіңмен кірген түрмеден сәл артық. Қыс одан соң шалқыған сулы көктем өтіп, күн жылтырап, жер құрғағанға шейін әрең шыдады да, майдың ортасына таман алды-артына қарамай елге тартты. Шонайдың елі бейне айдаудан қайтқан жандай дүрлігіп қарсы алды. Құрдастары құшақтасып, көрісіп, кемпірлер жағы көздері сулады. Қолдан қолға тигізбей қонаққа шақырып, жаз бойы Шонайдың жамбасын жерге тигізбеді. Күн кешке таянғанда пойыз Алматының шетіне де ілікті. Жеттік пе қызым деп қояды Шонай көңілденіп. Айымжан көзі мөлт етіп төмен қарап күледі. Өзіне Құдай ажарды аямай берген келісті бала. Жолшыбай өзін талай жігіт төңіректеп, қылжақтап мазасын да алды. Бірақ солардың біріне де езу тартпады. Шонай ішінен осындай қыз тәрбиелеген Олманға риза болып отыр. Вокзалдан екеуі таксиге отырды да екінші Алматыға бет алды. Шөкең шофердің қолына бір қағазды ұстатты. Бұл не ақсақал, деді такси жігіт. Адрес, деді Шонай. Шөкең ел аралап қыдырып жүргенде Алматыдан телеграмма келген. Ұлы мен келіні үйді шуы аздау тыныш бір ауданға айырбастаймыз ба деп жүрген. Шамасы сол жобалары іске асса керек. Ұлы көке үйді айырбастадық деп жаңа адресті жазып жіберіпті. Әлгі шофердің қолында ұстатқан сол телеграмма еді. Шөкең көңілді. Көшеден портфелін сүйретіп өткен бала көрінсе, шұқшиып қарай қалады. Әлгі биыл мектепке баруға тиіс жаман немесі едіге жүргендей солардың ішінде. Қанша оқымысты боп кетсең де, асықты ұмыта қоймаған шығарсың әлі. Қызым, жатақханаңа жатарда барсаң да жарай ма? Үйге түсіп шай, су ішіп кет. Асықпа, деп жол серігіне мезірет жасады. Қайтсын, еңбегі сіңді. Өзі бір болайын деп тұрған бала екен. Рахмет ата, кеш түсіп кетті ғой, деп қыз бала ұяла қарсыласып келеді. Әлде Тоқтасынның шәкірті болғасын үйге кіруге жасқана ма белгісіз. Тоқтасын да қызық. Бұрнағы жылы осы баланың бағасын қойып бермей біраз қинапты. Жерлесім деп сүйеудің орнына жөндеп оқысын деп күнші бола қалыпты. Өзі Алматыға жылына бір келіп сырттан оқиды екен. Өзі қыз бала екен, сонда оның қай жеріне білім шақпақ, деп бұл сұмдықты естігенде Шөкең күйіп пісті. Содан көрші ауылда тұратын қыздың әкесі Олман мен Шонайға хабар салып, Шонай Алматыға телефон соғып, баласына ұрсып қызық болған. Атасы басқа демесең, көз көріп жүрген адам ғой, қойып бер бағасын, деп зіркілдеген елді ұмытып кеткен ұлына. Сол жақсылықты мына қаршадай бала әлі ұмытпаған екен. 3 күн удай жол бойы елпілдеп қызмет етті Шонайға. Ой, айналайын-ай, бағашылған бала екен өзі. Келдік, деді шофер. Қаланың батыс қанатын ала кірпіштей тізілген көп үйлердің бірінің алдында тоқтап. Шонай қыз балаға тағы қолқа салды. Ал қалқам түс, үйге келіп тұрып іргеден қайтып кетпе, деп шын қиылды.
Маңдайы жарқыраған қыз бала әдемі жіңішке қасы шытынап, жоқ ата, мен осы машинамен жатақханама барып қалайын, рахмет, деп азарда безер болды. Қыз баланың үйге кірмегені тоқтасыннан шығар деп ойлады шал. Әйтпесе 3 күн удай тоз дәмдес болған жақсы жол серігінің бұл үйге бір басып соғып кететін реті бар еді. Шөкең машина кеткен соң белін жазып, қара көлеңкеге аулада қалқиып сәл тұрды. Есік алдында тізіліп отырған өзі тәрізді кәрі құртаң шулап жүрген балалар. Шонайға солардың бәрі бейтаныс. Едіге көрінбес пе екен деп қараңғыға үңіліп кеп қарады. Көре алмады. Әй, күшік қайда жүр екен өзі? Шөкең қоржынын көтеріп иығына салып есік алдында отырған орыс кемпірлерге жақындады. Шонаев здесь, деді. Нешінші квартира, деді шеткі кемпір, татар екен. 47. Кемпір жоғары қарап 3-ші қабаттағы балконды көрсетті. Анау үй. Шөкең ұзын бойы имең-имең етіп баспалдақпен жоғары көтеріліп келеді. Бұрынғысы кірпіш үй тәріздеді, мұнау тас үйме қалай 47-ші пәтерге де жетті. Әлде қайдан шіңгірлеп құлағына бала үні келгендей болды. Едігесі жүгіріп кеп мойнына асылғандай жүрегі дүрс-дүрс соқты. Есік ашық екен. Табалдырықты аттай беріп қоржынан тас еденге сылқ еткізіп тастай салды. Едіге, бұл кім? Деген тоқтасының үні естілді төрт бөлмеден. Біз. Көке. Шашы удар-дудар үстінде халаты тоқтасын көрінді. Едіге қайда? Деп Шонай қоржынан ақтарып, асық толы қалтаны іздеп жатты. Үйлерің құтты болсын, сәл бектеу екен. Едіге жоқ, боп тұр үйде, жоғары шық. Олар қайда жүр, келін қайда? Қазір, жоғары шық. Едіге шешесінің қасында. Баласы желкесін қасып кекеш болып ішіне бір сырды бүккендей қипақтайды. Шалдың әлгінде есік алдында өрекпігін көңілі бұл кезде су сепкендей басылған. Ат жақты әжім айқыштаған қарасұр өңі түнере қалыпты. Төргі үйге анықтаңқырап қараса, мұнау не бары бір бөлмелі үй тәрізді. Шөкеңнің жүрегі су ете түсті. Егіндегі айдалада ұмыт қалған шөмеледей шоқша сақалын сығымдап ойланып қалды. Өзі тәрізді ұзын, бірақ әл жуаздау қара баласы қоржынды сүйреп ас үйге беттей берген еді. Кәрі жүрегі бір жаманатты сезіп қалтырап барады. Тұла бойына да бір қалтырау енгендей. Галошын шешіп, темекі иістенген жалғыз бөлменің ортасына таман барып сорайып тұр. Шалдың үлкен көзі аларып үй ішіне шошына қарағыштайды. Бөлмеде жалғыз кереует, жалғыз столдан өзге көзге ілер мүлік жоқтың қасы. Шетте текшеден біраз кітап көрінеді. Ас үй жақтан шәйнек сылдырлайды. Шөкең тізе бүкпестен солай бұрылды. Иттің асыраған төлі. Мына үйді жау шапқан ба? Қыбыжықтамай хабарын айт тез, деп ақырды. Тоқтасын удар-дудар бұйра шашын тағы бір сипап, өткір кезі жылт етіп әкесіне бұрылды. Беті бүлк етпестен бұның жанының өте беріп темекі тұтатты да түтін сорып жан шақырып алған соң емеңдеп келіп орындыққа отырды. Шал бақжиып одан кез алмай тұр. Көке, өзің көріп тұрсың ғой, несін сұрайсың? Нені көріп тұрмын мен? Атаңның басын көріп тұрмын, иттің төлі. Сөздің ашығын айт, келін қайда, бала қайда, деп тағы ақырды шал. Ақырын, көке, көршілерді шошытарсың, деді баласы қабақ шытып. Сөздің ашығы ажырасып кеткенбіз. Ажырасқаны қалай? Көке, ол ұзақ жүр. Едіге қайда, иттің тапқан төлі. Ажырасып қана емес, атысып неге кетпедіңдер, бала қайда? Көзі жарқ етіп Шөкең баласының жанына жұдырығын білеп жетіп барды. Алып қалған, есі кіргенше шешеден айырмайды баланы. Заң солай, деп Тоқтасын шалдың екпінінен сескеніп қисая берді. Заң. Шөкеңнің ашуымен сілтеген жұдырығы Тоқтасынның құлақ шекесіне сарт етті. Тоқтасын құлағын сипалап бөлмені айналып қашты. Доңыз, қартайғанда көрсетпек әуселең осы ме еді? Шөкең жөндеп бір ұрайын деп ұмтылса, Тоқтасын болқып ұстатар емес.
Ентігіп ақыры шал тоқтады. Басындағы жапырайған ескі қалпағын үстіндегі қызғылт жібек шапанын шешіп, кереует басына ілді. Едігені тап, әйтпесе сенімен әңгіме басқа болады, деп ентігіп тізе бүкті кереует жиегіне. Тоқтасын сөніп қалған шылымын қайта тұтатты. Көке-ау, таппақ тұрмақ маңына жолатпайды. Әй, иттің төлі, деп көзі шақшиып шаңқ етті Шонай. Заңыңды қалтаңа салып қой әрі. Енді едігені тап, әңгіме сол. Өзі бұлай тұрсын, едігенің басқан ізінде көрсетпеймін деп ант ішіп отыр ол. Әлгі шешесі. Маған да көрсетпейді ме? Көрсетпейді. Соншама, ол не қылған құдайдан безген жан? Қой әрі, ашуланса саған ашуланған шар. Мен едігенде не шаруасы бар? Ертіп бар мені. Болмайды көке, босқа тілі тиеді, сыйламайды. Әй, иттің төлі, сонда өстіп қу тіземізді құшып, айдың күннің арманында баладан айырылып отыра береміз бе? Атам келеді, деп екі көзі төрт болып күтіп отырғаны қайда едігенің? Айттым ғой, ажырасып қана қоймай атысып кетсеңдер де мен едігені менен айыра алмассыңдар. Шал сөзінің соңын жұтып, қалтасын орамал алып, көзін сүртті. Тоқтасын безірейіп темекісін сорғылап тұр. Сүттей үйіп отырған үй емес пе едің? Бұл не көрінді сендерге? Айдың күннің арманында өз ұяларыңды өздерің бұзып. Ол ұзақ жүр дедім ғой көке. Сені адам болады деп қолыңа келіп жүрген мен де ақмақ екенмін. Сені арқа көріп жүрген артыңдағы ел де ақмақ екен деп күрсінді шал. Шөкең содан шапанын жамылып теріс қарап жатып алды. Тоқтасын қайнатқан шайдың да татып алған жоқ. Басының қаны тасып, ыстығы көтеріліп, Тоқтасын түн ортасында үйге дәрігер шақырды. Укол салғаннан кейін ғана Шөкеңнің аздап жаны тыныштанды. Содан сәске түсте бірақ оянды. Онда да көлденеңнен бір тақырдан оянып кеткен еді. Көзін ашса бөлме іші самала жарық. Тоқтасын әлде қашан тұрып қызметіне кетіп қалған сияқты. Төсек орны жинаулы жатыр. Көк-көк деген үн шықты есік жақтан. Жіңішке әйел үні. Мынау несі деп шал шошып кетіп төсектен басын көтерді. Көк-көк деп тағы сұңқ етті дауыс. Есі көрінбейді. Бұлғайсың? Шалдың үні қатқыл шықты. Сым киіп сыптай болған бір бейтаныс қыз бала есік жақтан бой көрсетті. Иығында дорбасы. Кекілі маңдайына түскен. Үріп ауызға салғандай әдемші қыз бала ауыз аштып Шонайға қарап қалыпты. Аман ба балам, төрлет, деді Шөкең шапанын иығына жамылып жатып. Сәлеметсіз бе, деді қыз бала даусы сыңғыр етіп, бет ұшылып қызарып. Тоқтасын үйде жоқ па? Қызметінде болар. Извините, сау болыңыз, деп қыз бала есікті жалт берді. Бейне бұл ұстап алатындай зып беріп шыға жөнелді. Шөкең түкке түсінбей аңырап отырып қалған. Бұнысы несі? Жасаған ем. Ұялып тұра қашқаны несі? Шалдың ойы сан саққа жүгірді. Әлде сабақ жөнінен Тоқтасынды іздеген студент пе? Әлде нәлет мына баланың құрымаған ажыраспай жатып үйленудің қамына кіріскені ме? Бейтаныс қыздың бұл бейсау келсін қалай жорырын білмей Шөкеңнің басы қатты. Есіне кешегі өзімен бірге елден кезген жібектей есілген қыз бала Айымжан түсті. Қатынсырап бара жатса соғыз қолайлы ғой. Мынау жаратылған аттай борбайы сорайып қатын болып жартар дейсің бе? Ұлы түсте келді. Сені сұрап түрікпеннің текесінде ұзын борбай бір қыз келіп кетті, деді шал. Дей салды Тоқтасын өңі немқұрайлы. Алжапқышын беліне байлап жеңін тұрып ас үйге қарай өте берді. О не қылған бала, деді шал тамағын кенеп. Студентім ғой, бір шаруамен келген ғой. Тоқтасын ас үйде түтіндетіп жүріп бір нәрсе шыжғырып жатыр. Ас үстінде шал. Сонымен сен жөніңді айтшы, ажырасқанның түр-түрі болады деп естуші едік. Сенікі қай ажырасу? Орнына қайта келетін ажырасу ма, әлде ат құйрығын кесіскен ажырасу ма? деді. Түбегейлі сот арқылы. Бұл сонымен біткен шаруа. Шөкеңіләм мемсіз отырып қалды. Тоқтасын әкесінің тұңғыш рет шарасы жетімсіреген халін көріп аяды. Бірақ не істейді? Бұл үй болмайын деген жоқ. Келіншегінің мінезі тым солақай. Алған бетінен қайтпайтын қатал болып шықты.
Оның үстіне бұл да жастықтың шалығымен шалқимын деп шалқасынан түскені бар. Құрсын не де болса өтті кетті, құтырғаннан құтылған. Кеше пойызда Олман шалдың осында оқитын қызымен бірге келдік, өзі 1000 болған екен, деді Шонай біраздан соң. Тоқтасын үндемеді. Сіріңке қара өңі сазарған күйі сазарып отыр. Басы ауырып қалған Шөкең шайдан молырақ ішті. Түс қайта кілттің біреуін Шөкеңнің қолына ұстатты да Тоқтасын қызметіне кетті. Шөкең қоржынды шешіп, асық қалтаны алып, мол бешпентінің төс қалтасына салды да есікті бекітіп көшеге шықты. Ақшасын төлесе такси жарықтық сұраған жеріне алып баратынын біледі. Көшенің арғы бетінде такси аялдамасы бар еді. Шөкең тізіліп тұрған таксилерге жақындап алғы шептегі біреуінің есігін ашты. «Қайда?» деді такси иесіне. «Қазақ мектебіне алып баршы, балам». «Қазақ мектебі жалғыз емес, ата, бұл қалада. 1 класты оқытатын қазақ мектебіне». деп ойланып қалды шофер. «Отырыңыз». Ұлы келінінің жаңа адресін айтқан жоқ, сондықтан Шөкең немересін мектептен тауып алам деп ойлады. Қаланы 2 айналып шығып бір мектептің алдына келіп тоқтады бұлар. 8 сом, деді шофер. Еңбегі бар ғой деп Шөкең 10 сом тастады. Мезгіл кіші 5 кезі. Мектеп ауласы доп қуалап, оңды-солды жүйіткіп жүрген өңшең қара домалақ балаларға толы. Шөкең солардың қалың ортасында сопайып тұр. Кейбір тәмпіш мұрындар «Сәлеметсіз бе, ата?» деп күліп өтеді жанынан. Шөкең мәз болып «Саламат болып қалқам» деп сәлем бергендеріне айналып кеп шұқшия қарайды. Әлгінің едіге емес екеніне көзі жеткеннен кейін «Әй балам, тоқта, осында 1 класс оқитын балалар бар ма?» дейді. «Бар», деді қайырылып тоқтай қалған бала. «Шонаев едігені білесің бе?» деп Шөкең ұзын бойы 2 бүктетіліп еңкейе түседі. Бала бас шайқап жүгірген балаларға еріп жылыстан тайып тұрады. Шөкеңді 1 классқа ересектеу бір қыз бала ертіп апарады. Беу айналайын-ай, бұны қолынан жетектеп келеді. Сабақ басталғалы жатыр екен. Мұғалім бір егделеу самайына ақ түскен әйел кісі екен. «Ондай бала бізде болған емес, атасы», деп Байсалды жауап берді. «Ал балам, ендеше бұл маңда басқа қазақ мектебі бар ма?» «Бар. Осы Киров көшесінің бойында, атасы. Алыс емес». Шөкең көшедегі жұрттан сұрай-сұрай ол мектепті де тапты. 1 класс дегеніңнің көкесі сонда екен. «Балаңыз А-да ма, Б-да ма?» «Бұл жерде В, Г, Д дейтін класстарда бар». «Қалқамау, осы биыл 1-ге баратын еді балам. Фамилиясы Шонаев қой. Өзі едіге дейтін 2 ұрты салбыраған, нағашысына тартып кеткен томпақ сары бала» деп сайрай жөнелді Шөкең. Сабағы басталып асығып тұрған мұғалім келесі классқа сілтеп жібереді. Келесі класста да әлдегіндей сұрақ жауап қайталанады. Кейбір класстарға Шөкең баса көктеп кіріп те барды. Сабақтың жалығып отырған өңшең жыпырлаған майда балалар. Алғаш шапанның сүйретіп кіріп келген ұзын бойлы ақсақалға таң қалып қараса, лезде «Ата, Шопан ата, сәлеметсіз бе?» деп қоралы қозы-лақтай жымырап шулап қоя береді. Шөкең мұғалімдерді ұмытып балалармен болып кетеді. Бірақ едігесі мұнан да табылмады. Қаладағы қазақ мектебінің аздығы немересін іздеген Шөкеңне әбден ыңғайлы болды. Ерегіссе кешке дейін ақ солардың бәрін адақтап шығатын түрі бар. Шөкең тағы да таксиге қол көтерді. Кешке дейін Ленин проспектісінің бойындағы және Байзақов пен Ғабдуллин көшелерінің қиылысындағы жеріндегі қазақ мектептеріне барды. Шонаев едіге екеуінде де оқымайтын болып шықты. Үйге тықтықтап кеш оралды. Күні бойы бұның не бітіргенін бала сұраған да жоқ. Бұл айтқан да жоқ. Бірақ шаршаған кісі ашуланшақ болады ғой. Баласын жаман көзімен атып, басы жастыққа тигенше ұрсып шықты. Әйтеуір такси жарықтық пұлын төлесең сырлап тұр. Ертесінде кешегі жазып алған адреспен 1 Алматыдан бірақ шықты. Темір жолақшыларға қарасты қазақ мектебі екен. Шонаев едігені іздеген шал ол мектепте де бір жаңадан ашылған 6 микроаудан дейтін жерде көрінеді. Жарайды, оны да көрейік. Шөкең де машина ұстап зырлатып отырып Алматының екінші шетіне тартты. Әйтеуір осы қалада болса таппай қоймаспын, деді іштей.
Мың болған такси қаланың қырық айналып шырқ ұрып іздеп әйтеуір таптау әлгі мектепті. Такси өзі бір елгезек жақсы жігіт екен. Қолына мол ақша тигеннен кейін тіптен ықыласы өзгеріп кетті. Шөкеңнің алдына түсіп бүлкектеп шешеліп берді. Мектепке де өзі алып кірді. Сабақ жүріп жатыр екен. Дәлізде жан жоқ. Жабулы есіктердің ар жағынан қозыдай маңырап балалардың дауыстары естіледі. Такси бала бір есіктің алдына келіп іркілді де саңылаудан ішке сығалап қарады. Сабақ жүріп жатыр, деді. Сөйтті де ақырын есікті қақты. Есік ашылып, етжеңді домаланған сары өңді әйел бой көрсетті. Қазақшалап амандасты. Татар екен. Кешіріңіз, деді такси бала. Мына ақсақал немересін іздеп жүр екен. Аты жөні Шонаев Едіге. Бірінші классқа барған көрінеді биыл. Сізде жоқ па ондай бала? Шонаев Едіге ме? Деп әйел Шөкеңе назарын ірікті. Ондай бала болған. Шөкеңнің жүрегі лықсып аузына тығылды. Деп аузын шығып, тілі күрмелетіп әйелге еңкейе түсті. Әйел еле, бірақ шешесі бір айдай бұрын келіп ол баланы алып кеткен, деді. Шалдың бетіндегі қыртысы жазыла берген әжімдері қайтадан қатпарлана қалды. Ой Аллай, деп шаншу тигендей бүрісіп, жанындағы скамейкаға отыра берді. Әйел шалға бір жас жігітке бір жалтақтап қарап сасып қалды. Ақсақал, бір жеріңіз ауырады ма? Деп такси жігіт Шөкеңе еңкейді. Шона екі бүктетіліп маңдайын үнсіз уқалап отыр. Сөйткенше қоңырау соғылды. Шөкең аздасын ес жинады. Басын көтерсе, такси бала әйелге бұрылып, бұның жайын түсіндіріп жатыр екен. Әйелдің де қабағы шытылып, бас изеп тұр. Балалар шуылдап дәлізге шықты. Жүріңіз ақсақал, әйел Шөкеңді қолтықтап демеп, шығар есікке қарай қатар жүрді. Екінші қолтығынан такси бала демеп келеді. Атасы, немереңізді бұл мектептен іздеп бекер әуреленген екенсіз, деді әйел, мән жайды ұққаннан кейін. Едігені шешесі орыс мектебіне берем деп бұл жерден шығарып алып кеткен. Қабілетті-ақ бала еді өзі. Айырылғым келмей біраз тырысып көріп едім, шешесі көнбей-ақ қойды. Ой Аллай, деп бас шайқай берді шал. Ауылға шыққан соң әйел, ал енді қалқам, енді со баланы табудың жолын айт. Әкесі мен шешесі қарғысқа ұшырап, ірге бөлектеп, немересін іздеп екі ортадай сенделіп қалған бейбақ шал деген біз боламыз, деді. Атасы, қайдан білейін, қайсына бергенін қайдан білейін. Берсе баланы осы маңайдағы мектептің біріне беруге тиіс. Өйткені осында Едіге үнемі жаяу келетін сияқты еді. Үйде алыс болмаса керек осы маңнан. Мың болған такси бала, ата отырыңыз, мен сізді және бір мектепке алып барайын, деді. Екі көше өтіп және бір мектептің есігін ашты бұлар. Такси бала Шөкеңе күте тұрыңыз деп өзі жүгіріп ішке еніп кетті. Әлден уақытта бас шайқап, тауы шағылып қайта шықты. Жоқ, деді. Журналдардан қараттырдым. Жоқ. Содан кейін Шөкең такси балаға рұқсат берді де әлгі мұғалім Едіге осы маңда тұрады деген соң, олай-бұлай жүрсем көзге түсіп қалмас бекен деп көшені жаяу аралап кетті. Өткен-кеткенді тоқтатып жүріп келе жатқан көшелерінің атында жаттап алды. Демек осы маңда тұратын болғаны ғой. Дұрыс, қайда қашармын дейсің? Мынау терезесі жапырлаған үйлерде өмір бойы отырып қалмай әйтеуір сыртқа бір шығарсыңдар. Ақыры бір көзге түсерсіңдер, дейді Шөкең. Едіге енді табатынына көз жеткендей кешкісін үйге діңкесі құрып шаршап қайтты. Келе жамбастап құлай кетті. Көке-ау, күні бойы қайда жүрсің деп ұлына да тіл қатқан жоқ. Шапанын басына бүркеп теріс қарап жатып алды. Біраз көз шырымын алып тыныққаннан кейін ғана шай үстіне күн ұзын мектеп аралап Едігені іздеген аңғартты. Тоқтасын, шошып ойбай-ау, көке-ау, осынша әлек болғанша менен неге сұрамадың? Ажырасқан күннің ертесіне-ақ фамилиясын өзгертіп жіберді ғой Едігенің. Бізге жолатпаудың амалы, деп Тоқтасының қабағы түсіп төмен қарады. Бұрынғы мектебімде жүргенде барып тұрушы едім, бірақ балаға да өзіңе де қиын екен, әсіресе балаға. Сойыны ойлап көрінбегенді жөн көрдім. Қайтесің, көке? Өзгертпек тұрмақ, өртеп жіберсе де қоймаспын. Күлін қалдырса да табармын. Өй, өңшең азғын.
деп бұрқ-сарқ еткен Шөкең қолындағы кесемен жіберіп ұрды баласын. Кесе тоқтасының басынан асып барып қабырғаға соғылды да күл-талқаны шықты. Осыдан кейін не істеп не қойып жүргенін ұлына айтуды қойды. Күздің қара суығын арты ұзамай қарға айналған. Соңғы айдың ішінде Шөкең бармаған жер баспаған көше бұл қалада кемде-кем. Реті келсе көлікпен, келмесе жаяу аралайды. Баяғы жаманшылық жылдары үстірттен 5 қалаға жаяу асқан Шөкеңе тәйірі бір қаланы айналып шығу сөз болып па. Галошы сарпылдап көше бойлап имеңдеп тарта берді. Талай кісіні іркіп, талай кісіден жөн сұрады. Жақсылар көп қой, талай жолынан қалып, бұл сұраған жерге дейін жеткізіп те салды. Мектептен мектеп қалмады араламаған. Таксиден ақша аямасаң, оларда уақытын аямайды. Баяғы мал-мүлікті сатып Алматыға келерде қалтасында 10 мың сомдай ақша болатын. Оның 5-еуін келе салысымен қаржылары жетпей жатқан ұлы мен келіне импортный гарнитур алуға берді. 3 мың сом жан бар жерде қаза бар ғой деп кассаға салдыртты. Қазіргі шашып жүргені содан қалған ақша ғой. Шөкең әсіресе көп аялдайтын одан едіге осы маңдайда тұруға тиіс деген төңірек еді. Бұл араның қазіргі әр үй, әр бұрышын жаттап алған халге жетті. Қойын қалтасында асығы. Түрі жүрсем едігені әйтеуір бір кездестірермін деген үмітпен салпиып келе жатады. Қай үйде тұратын білмесе де әйтеуір осы маңға келсе едігесі бір есіктен ата деп жүгіріп шығатындай бауыр еті елжірей бастайды. Портфель көтеріп келе жатқан бала көрсе, әй балам тоқта деп іркіп алып, едіге деген баланы танымайсың ба қалқам деп жөн сұрайды. Бұл қалада не көп, бала көп. Солардың ішіне едіге тұтас кішкентай оқушылардың Шөкеңнің көзі көргіш-ақ. Қай мектепте оқысын бір білсе, едігені осы балалар білу керек қой. Олардың көбі Шөкеңе жауап бере алмай көздері жәутеңдеп қысылып қалады. Мен білмейді деуге тілі әрең келіп жылыстай береді. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген аталы сөздің растығына таң қалып кеше бойлап емеңдеп келе жатады Шөкең. Өңшең ықшам, көздің жауын алардай қызыл-жасыл киінген қала жұртының арасында бұл көзге шыққан сүйелдей бүгін болмаса ертең ұмтылуға тиіс ескі жұрнақ екенін сезеді. Әу қария, жол болсын деп кейде өз қатарлас ескі көш шалдар да кездесіп қалып жүр. Бірақ соның бәрі мына Шөкеңе түсініксіз құж-құж қала өмірінің қонағы іспетті. Кеш қараңғысы үйірілген. Құрсын көз байланбай тұрғанда үйге жетіп алайын деп көше жиегіне тоқтап, мәшине біткенге қалбалақтап қол көтере бастады. Тұрған жері аялдаманың қасы еді. Өстіп жүргенде ең болмаса баяғы Айымжан дейтін қыз балада кездеспейді екен. Сауаты бар ғой. Едігесі әлде қашан-ақ тауып берер еді. Аялдамада көк белдеулі кебеже қарын автобусқа жұрт жапа-тармағатай асығып жатыр. Аздасын автобус зор ышқынып ауыр қозғалды. Сыймаған жұрт жүгіре түсіп, ағып-тамып кейіндеп қалды. Автобус бұның тұсынан өте бергенде көз тоқтағалы келе жатқан бос таксиге түсті. Сол салт әлде қайдан ата деген бала айқайы шықты. Шонай жалт бұрылып жан-жағына қарады. Қапелімде дауыстың қайдан шыққанын аңғармай қалған. Сөйткенше автобус терезесін қос қолдап ұрып бара жатқан едігені шалып қалды көзі. Тұра ұмтылды. Ата деп бала дауысы ап-ашша естіліп ұзай түсті. Автобус баланы алып қашқан кебеже қарын мақұлықтай жүрсін үдетіп безіп барады. Тоқта, әй тоқта, едіге деп далақтап тонының етегін жел кеулеп тротуармен ұшып келеді Шөкең. Ақтарылып жол бере серпілген жұртта шаруасы жоқ, бірақ ата періне сыйынып ызғап келеді. Я жар бола көр деп сарнап келеді. Байқаса көкала автобус келесі көшені кесіп өтетін тұтаста іркілгендей. Я алла деп Шөкең одан сайын далақтап ұмтылды. Әй көктемір, қолыма бір түссең еді деп тістеніп жүгіріп келеді. Қолына бір тесе иман шыны айырылмас еді автобустан, айырылмас еді. Едіге деп дауысы
тарғылданып айғайлап жан ұшырып келеді. Құлағы азан-қазан у-шуға бітелгендей, дүние аталап айтқандай титімдей едігенің ашу даусына лықа толып, астан-кестен шайқалғандай, көше бойлап жын қуғандай далақтап жүгірген шалға жұрт аң-таң қайырылып қарайды. Алдындағысы үрке жол беріп ошарылып қалады. Шөкең көз айырмай келе жатқан көкала автобус қайта шыбыс ашып ара үзуге айналды. Шөкеңнің жаны мұрнын ұшына тақалды. «Тоқта!» деп аса таяғын көтеріп екпіндеткен қалпы қатты ышқынды. Сол-ақ екен, табаны таптаурын қатқақ қарға тайып кетіп, аяқ-қолы ербеңдеп, ұзын тұра шонай шалт мұрттай ұшып көк асфальтқа қанатын жая құлады. Оң жамбасы мұзға матасқама қатты соғылды. Таяға қайда түскені белгісіз. Асығы да шашылып қалыпты. Оған көңіл аударуға мұрша жоқ. Екі көзі ұзап бара жатқан автобуста бар күшін шалып шапшаң ұмтылып түрегеле берді де қиралаң етіп тағы құлады. Бұл жолы тайған жоқ еді. Жамбасы жан кетіп қалғандай зілдей екен. Көзінен жасы ыршып кетті. Әттеген-ай деп қос қолдан жер таянды. Көз алды бұлдырап, енді автобусты көре алмады. Бір бала жігіт әлдеқайдан бұның таяғын тауып әкеп қолына ұстатып жатыр. Екінші қолмен қолтығынан сүйеді. Шал тістеніп тұрмақ болып еді, бірақ зілдей бөксесін көтере алмады. Көзін жұмып тістеніп алған. «Тұра аласыз ба, ақсақал?» деді жігіт. Шөкең бас шайқады. Көзі жұмулы. «Тимеңіз», деді екіншісі. «Жамбасы сындау деймін, қатты құлады. Тез дәрігер шақыру керек». «Дұрыс, жедел жәрдемге телефон соқ, тез», деп қауқылдасты. Бұл кезде төңірегін қоршай жинап қалған жұрт. Шөкең көз жұмулы, тротуар шетінде сулап жатыр. Ерін жыбырлайды, бір нәрсе деп жатыр, деді тұрғандардың біреуі. Сөйткенше екінші біреу еңкейіп келіп құлағын тосты. Шөкең «Ой, әттеген-ай» деп күбірленіп жатқан еді. Бірақ жұрт ерсілі-қарсылы жүйткіген машина гүрілінің жанында мына ыңырсыған шал үнін қалай ести қойсын.